Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз Pixfestпен жұмыс жасауды үйренеміз. Мен өзім көркемдік мұғалімімін. Бұл жерде жәнегі міне Google-мен, яғни өзіңіз Pixfest деп жазсаңыздар, осылай шыға келеді. Бұл жерде енді бұл Pixfestпен жұмыс жасау үшін күніне 3 рет қана видео жасай аласыздар. Міне осындай бір жерге видео жасауға болады. Яғни мен бұл жерге қазір өзімнің аккаунтыммен кіретін боламын. Кірген кезде сіздің аккаунттарын сұрайды міндетті түрде. Міне менің жалпы жасаған жұмыстарым. Яғни ол жұмыстарды жасау үшін сіздер міне мына жерге кірсеңіздер, яғни бұл жерде дайын шаблондар болады, сонымен жасауға да болады. Немесе өздеріңіз жәнегі былай дайындап қойған суреттеріңізді міне осылай таңдап алып, мына жерге промпт жазуға болады. Яғни мен бұл жерге промптты өзім ChatGPT көмегімен болады жазуға, өздеріңіз құрастырып жасаңыздар да болады. Яғни бұны жәнегі тек көркемдік сабағында емес, басқа да сабақтарға да қолданып, балалардың қызығушылығын арттыруға болады. Негізі көбінесе бастауыш сыныптарға да қолдануға болады. Міне қарасаңыздар, яғни бұл мен жұмыс үстелінің үстіне түсірген сурет балалармен жасаған. Соны мен жәнегі болсай жан бітіріп қойдым. Яғни балалардың өзінің салған суретін жандандырып, осылайдан қозғалтып қойғанына олар жәнегі өздері шабыттанады. Қолданыңыздар, көріңіздер.